Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін капустадан голубцы жасаймыз. Бұл тағамды жасау үшін капустаны қайнаған суға салып, жапырақтарын жұмсарту үшін 5 минут қайнатып аламын. Енді капустам қайнап жатқанда мен арасына салатын салмамды дайындайтын боламын. Салманы дайындау үшін 500 грамм фаршқа 2 жуа, 2 бөлік сарымсақ, кішкене укроп, сосын дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосамын. Және де 50 граммдай күріш қосып жіберем. Бәрін жақсылап араластырамын. Видеомды соңына дейін қарап, осы рецептпен менімен бірге дайындап көріңіз. Мінекей, мен капустам дайын болды. Капустам судан шығарып, суытып, артық жерлерін кесіп алып тастадым, бәрін дайындап алдым. Енді осы капустаның жапырақтарын жайлап мұқият алып, голубцымды орайтын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Осылай орап дайындап аламын. Өте дәмді, жеңіл тағам. Осылай жасап көріңіз. Менің каналымда неше түрлі дәмді рецепттер бар. Егерде сол рецепттерді қарағыңыз келсе, төмендегі описанияға каналымның сілтемесін қалдырып қоям. Сол сілтеме арқылы кіріп, менің рецепттерімді қарасаңыз болады. Сосын күнделікті менің каналымда жаңа рецепттер шығатын болады. Сол рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, менің күнделікті шығатын жаңа рецепттерімді қарап отырыңыз. Енді пиязды қысып тұрған майға пиязымды қуырып алам. Оның үстіне сәбізді салып, сәбізді қуырам, оның үстіне қызанақты саламын. Бәрін бір-екі минуттан қуырып аламын да, сосын үстіне қайнаған суды құямын. Енді кезекте жаңағы дайындап алған голубцыларымды кастрөлдің ішіне салып, 30 минут бетін жауып, баяу отта пісіріп алатын боламын. Менікі су сәл азып қалған сияқты, кішкене тағы су қосып жібердім. Дәміне қарай тұз саламын, және паприка. Сосын 2-3 лавр жапырағын салып жіберемін. Мінекей, мен тағам дайын болды. Өте жылдам дайын болатын тағам. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Менің каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Сол себепті маған тіркеліп, менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін, алдағы уақытта рецепттерімді қарау үшін маған тіркеліп алғаныңыз дұрыс. Бетіне кішкене укроп сеуіп жіберем. Енді укроп көкшеп, өзіңіз білесіз, укроп болсын, петрушка болсын, көк пияз болсын, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мінекей, керемет дәмді. Осылай жасап көріңіз. Өте дәмді болады. Менімен бірге, менің каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін сізге рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осы тағамды менімен бірге жасап көріңіз.